Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Рамазан айында ұстаған оразаларыңыз, жасаған дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Бүгін сіздерге жасалу жолы өте оңай, ауызда еритін чак-чактың рецептімен бөлісетін боламын. Сондықтан видеоның ең маңызды жерлерін өткізбей, видеоны соңына дейін қараңыз. Ең алдымен ыдысқа 2 жұмыртқа саламыз, үстінен жарты чай ложка тұз және кішкене ас содасын салып, жақсылап араластырып аламыз. Міне жақсылап араластырып алдық. Осындай кішкене көбіру керек. Егер миксер болса, миксермен араластырсаңыз да болады. Енді үстінен аз-аздан ұн салып, жақсылап араластырып, қамыр илейтін боламыз. Толық ингредиенттерді описание бөлімінде жазып қалдырамын. Менде ұн 150-170 граммдай кетті. Ұныңызға қарай көресіз, қолға жабыспайтын әдемі қамыр болу керек. Міне қамырымыз дайын болды. Дайын болған қамырымызды алып, салфанға салып 10 минутқа алып қоямыз. 10 минуттан кейін қамырымызды алып, осылай ұн сеуіп, жақсылап әдемілеп, жұқалау етіп жайып аламыз. Міне қамырды да жайып алдым, жұқа етіп. Енді жайып болған қамырды оқтауға орап, видеодағыдай етіп кесіп аламыз. Міне осылай кесіп шығамыз. Көлеміні үлкендеу немесе кішірек етсеңіз де болады. Кесіп болғаннан соң осылай барлығын тез-тез жайып шығамыз. Бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Барлығын осылай жайып кесіп шығамыз. Міне осылай видеодағыдай кесіп шығамыз. Көлеміні бұдан кішірек етіп кессеңіз де болады. Барлық қамырды осылай кесіп шықтым. Енді осы уақыт аралығында қазанға май құйып, майды қыздырып қоямыз. Қыздырып тұрған майдың үстіне қамырларымызды аз-аздан салып, осылай араластырып тұрып, қызартырып, жақсылап барлығын пісіріп аламыз. Осылай барлық қамырды пісіріп алдым. Пісіріп болғаннан соң ыстық күйінде үстіне сгущенка құямыз. Егер тәттісі көбірек болсын десеңіз, сгущенканы көбірек құясыз. Мен сгущенканы қатты көп құймадым. Сосын жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып, үстіне пищевой пленкамен жауып, холодильникке 10-15 минутқа салып қоямыз. Сол кезде чак-чактарымыз сынып кетпей, кішкене қатып, әдемі болады. Міне чак-чакта дайын болды. Өте әдемі, дәмді болып шықты. Менің отбасымдағыларға өте ұнады. Сіз де осы әдіспен жасап көріңіз. Егер менің видеом ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Қош, сау болыңыздар.